дәстүр туралы, дәстүрді насихаттайтын, салт дәстүрді насихаттайтын хабарымыздың бірінші қонағы. Әзімхан, студиямызға қош келдіңіз. Кейбір эстрада әншілерін 3 миллионға, 5 миллионға алып келіп той жасап жатқан қазақ ағайындар бар. Ал жыршыларға біз тойға шақырып, бір кәсіпкер ағамыз 3 миллион теңге беріпті деп естіген жоқпын. Тірі жанды дауыста, өзінің кәдімгі салалы саусақтарымен, жан дүниесімен орындап береді. Біздер ешқандай жаңа фонограмма дегенді білмейміз мысалы. Ауырып тұрсақ та жанды дауыста айтып шығамыз. Бүгін біздің студияға домбырамен келген екенсіз. Еретшай, жүрегімді сарымайшай. Бұл жігіттің ұстазы кімдер деген сұрақтар қойылып жатыр. Дәстүрлі ән жолындағы ұстазым Ақмарал Тастанбекқызы Ерімбетова. Көп адамдар Маңғыстаудың жыр мектебі ерекше дейді. Сол жердің әні де, күйі де, жыры да алуан түрлі болып келеді, табиғатына қарай. Адайдың 5 жүйрігіне тоқталсақ. Қырымның 40 батыры қалай бізге жетті деп. Соны Нұрым атамыз Абыл арқылы жеткізген екен, ал Абыл сол ар жағы сыпыра жыраудан алған екен дейді. Сөйлейін сөзді басынан, айтпаймын сөзді жасыған, мен қашанғы бәйгекер қосылған топқа жасынан, ағаларым сағынат айтпай кетсем осыдан. Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Көптен біздің BR подкаст студиямызда подкасттар түсірілген жоқ, енді қолға алып жатқан жайымыз бар. Біздің спонсорларымыз, біздің демеушілеріміз Маңғыстаудың кәсіпкер жігіттері. Және де осы подкасттың астына біздің Каспий Голд номерімізді жазып кетеміз. Шетелдегідей, егер сіз дәстүрлі ән, салт дәстүр, әдет ғұрып туралы әңгіме тыңдағыңыз келсе, бізге донаты жіберуіңізге болады. Донаты дегеніміз Каспий Голдқа өзіңіз қалаған ақшаны саласыз. Өйткені бізге осындай YouTube каналда, студияда сұхбат жасау үшін қаржы қажет. Бірақ бүгінгі біздің түсірілімнің демеушісі Маңғыстаудың кәсіпкер ағаларымыз. Бүгінгі біздің подкаст студиямызда ең алғашқы қонағымыз, бұл жігітті жақында мен өзімнің Facebook, TikTok парақшаларыма салғаннан кейін көптеген оқырмандардан осы жігіт кім, Бибігүл апа, осы жігіт туралы айтып беріңізші, қай жерде, кім бұл кісі, парақшасы қандай деген жекеме көптеген сұрақтар келді. Сол себепті бүгінгі біздің дәстүр туралы, дәстүрді насихаттайтын, салт дәстүрді насихаттайтын хабарымыздың бірінші қонағы осы жігіт, жерлес інім Мұрат Өскінбайұлы атындағы облыстық филармонияның дәстүрлі әншісі Әзімхан Адай ініміз. Әзімхан, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, көп-көп. Сіз туралы оқырмандардан көптеген сұрақтар келіп жатыр. Ең алғашқы сұрағымыз, Әзімхан Адай кім? Әзімхан Адай қай жерде дәріс алды? Руы кім деп сұрап жатыр. Бұл жігіттің ұстазы кімдер деген сұрақтар қойылып жатыр. Өзіңді таныстырып, қайда оқыдың, ұстазың кім? Содан бастасақ. Бәрекелді. Көп рахмет айтамыз біріншіден шақырғандарыңызға. Енді менің аты жөнім Адай Әзімхан Серікұлы. Көпшілігі жаңағы Адай дегенге тегім Адай болғанына ойлайды көбі не деп жаңағы руын қойып алған шығар деп. Олай емес. Мен үлкен әкемнің аты Адай деген кісі, өзінің әкесі Баймағамбет дейтін кәкеміз, енді бізде кәке деп сөйлейміз ол Маңғыстауда. Кәкеміз сол ер баладан жалғыз болғасын Адайдай көп болсын деп атын Адай деп қойған. Содан Құдайға шүкір сол Адай дейтін кісінен тараған ұрпақтар көп. Мен ең үлкен немересімін сол кісінің. Сосын енді мен сол шалкемпірдің қолында өстім. Әуелден бұрындары да сол үлкен немерені шалкемпірге береді деп, тәрбиесіне береді деп жатады ғой. Сол ата әжеміздің тәрбиесінде өстік.
сөйтіп осы бала кезден енді ар жақтан енді ең бірінші Құдай тағаланың табиғаттың өзінің берген әркімге әртүрлі таланты болады. Сол бізге осы өнер жолына, мәдениетке келуімізге Алла тағаланың берген бір аз да болса бір талант шығар деп ойлаймыз. Кішкентай кезімізден 4-5 жасымнан бастап өзім жалпы әнді жақсы көріп айттым, ән айттым. Содан бастап осы өнер жолында келе жатырмыз. Тойдың кездерінде жаңағы өзімнің әке-шешем бар, ата-әжем бар. Жаңағы біздерді тойларда ән айтқызып қояды бала кезімізде. Сосын енді 9-шы сыныпта бітіргеннен кейін Маңғыстау өнер колледжі бар бізде. Өте мықты білімі, мықты колледж осы Қазақстан бойынша. Сол өнер колледжінде дәріс алдым. 4 жыл ұстазым алғашқы осы өнердегі дәстүрлі ән жолындағы ұстазым Ақмарал Тастанбекқызы Ерімбетова. Дүлдүл әнші. Биыл апайымыз Құдай қаласа 50-ге келіп жатыр. 50 жылдық мерейтойын тойлаймыз Құдай қаласа. Сол кісінің шәкіртімін. Және сол кісінің шәкірттерінің ішіндегі ең бірінші осы Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына түскен шәкірттерінің бірімін. Ең бірінші түскен өзім, содан кейінгі өзімнің жиенім бар, Темірбек Асханбаев деген. Жалпы енді Ақмарал апайдың шәкірттері, мықты шәкірттері өте көп, өзі де керемет дүлдүл әнші, әрі мықты ұстаз. 4 жыл осы Маңғыстау өнер колледжінде сабақ алдық. Оған дейін жалпы мектептерде Құрақов, Әлібек, Көмек Ыбыраев сияқты ағайларымнан сабақ алдым. Мына Ямаха деп жатамыз. Ямахадан, күйден. Бірақ енді біздің өзімнің бала кездегі хоббиім деп те айтсақ болады, сол әнге деген көңілім ауа бергесін. 9-шы сыныпта бітіргеннен кейін сол дәстүрлі ән жыр терме бөліміне оқуға түстік. Ол кезде тек қана 3 адамды алатын еді. Ол кезде тек қана жалғыз сол Ақмарал апайымыз өнер колледжінде сабақ беретін еді. Содан кейін енді қазір Құдайға шүкір сол Маңғыстау өнер колледжінде қосымша мен өзім оқытушы болып жұмыс жасаймын. Сол жерде 10 мұғалім болып жасаймыз. Жылына 10-11 бала түседі. Дәстүрлі әнді осы Адайдың 7 қайқысы, 5 жүйрігі Маңғыстаудың осылардың барлығын үйреткен өзімнің ұстазым осы Ақмарал Ерімбетова. Енді Маңғыстау өнер колледжін 4 жыл бітіргеннен кейін Құрманғазы атындағы даңқты атақты консерваториямыз Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға сол жылы 2013 жылы бітірдім. Сол жылы оқуға түстім. Маңғыстаудан 5 жігіт болып аттандық. 5-еуміз де оқуға түсіп 14 жылы бітіріп елге өзім оралдым. Сол 14 жылдан бері негізгі жұмыс осы облыстық Маңғыстау облыстық филармониясында жұмыс жасап елге қызмет етіп отырған жағдайымыз бар. Енді сол консерваторияда оқытқан мені ұстазым, 4 жыл оқытқан ұстазым Қазақстанның халық әртісі, бұлбұл әнші, дүлдүл әнші Айгүл Қосанова өзімнің екінші ұстазым. Осы екі кісі маған бағыт бағдар берді. Жалпы Құдайға шүкір ұстазға бай адамбыз. Ең нағыз бізді осы жолға дұрыстап бағыттап салған осы Ақмарал апайым мен Айгүл апайым десем де болады. Енді біздің Айгүл апайды өздеріңіз бүкіл Қазақстан, тіпті мына Орта Азия шетелдерде түркі халықтар бәрі жақсы біледі. Ол кісінің де мықты шәкірттері көп. Маңғыстаудан шыққан алғашқы халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі Айгүл Қосанова мен осы Ақмарал апайым менің жақсы көретін сүйікті ұстаздарым. Осы енді сол кісілерден көптеген осы дәстүрлі әндерді біздің жалпы ән мектептері 5-ке бөлінеді жалпы, бірақ енді негізі көп. Батыс ән мектебі, Арқа ән мектебі, Жетісу ән мектебі, біздің Маңғыстау ән күй жыр мектебі осы Батыс ән мектебіне кіреді. Бірақ Батыс ән мектебіне жатса да Маңғыстаудың өзінің әншілік, күйшілік, жыршылық бөлек ешкімге ұқсамайтын өрнегі бар. Ал осы орайда сізге осындай сұрақ қойғым келіп тұр. Көп адамдар Маңғыстаудың жыр мектебі ерекше дейді. Неге басқа өңірлерден Маңғыстаудың ән, жыр мектебі ерекше? Неге олай айтады? Енді жаңағы әр елдің салты басқа, иттері қарғасқа дегендей, мысалы жаңа Арқа ән мектебі дейміз. Енді өзіңіз мына Сарыарқаға, Астанаға, Қарағандыға, мына Көкшетау өңіріне болсын, мына я болмаса мына Шығыс Қазақстан сол жақтарға барсаңыз, табиғаты басқаша. Біздің Маңғыстауға тіпті алабөтен ешқандай ұқсамайды. Сол жердің бедеріне қарай, табиғатына орай, сол жердің адамдары да, сол жердің әні де, күйі де, жыры да алуан түрлі болып келеді. Табиғатына қарай, еліне, жеріне қарай.
Ал енді біздің жалпы Маңғыстау елі, Маңғыстау өңірі, Маңғыстау түбегі дейік, жалпы теңіз деңгейінен өте төменде жатырмыз. Біздер енді Қарт-Каспийдің жағасында тұратын еліміз, ол Маңғыстауға жеті жұрт келіп, жеті жұрт өткен жер дейміз. Жаңа Төмен Балтабасұлы атамыздың айтатын жырында бар. Маңғыстау Машайықтың басқан жері, қасиет кереметі тасқан жері, жер жүзін желмаямен жеті айналып, ауған Қасан бидің асқан жері деп айтып келеді. Жаңағы Қызылбас Қытай қыпшақ Қырым қырғыз айладыр алты болса, қалмақ жеті елдерден ертедегі қалынған жер дейді. Демек, осы жеті жұрт келіп, жеті жұрт өткен жерде ең соңында біздің қазақ халқы, оның ішінде Адай деген ру келіп, осы жерге Маңғыстауға қоныстанған. Енді біздің Маңғыстаудың жер бедері, Маңғыстаудың жыр сазы, сол табиғатына орай біздің Маңғыстаудың жерлері енді теңізбен бірден бір байланысып жатыр. Және осы ойлы қырлы жерлеріміз өте көп, қасиетті жерлер. Бұл жер жаңағы Машайықтың басқан жері дегенде 360 әулиелі Маңғыстау, Машайық Маңғыстау дейміз. Соған орай бұл жерде әншілікте, күйшілікте, әсіресе жыршылық өнер қатты дамыған. Бұл жерде Абыл Нұрым, Ақтан Қашаған Аралбай, Сәттіғұл Сүгір Ұзақбай көптеген жақсылық жырауы бар. Оның бер жағында Күріш Құбашұлы, Ізбасар Шыртанұлы, Амандық Көмекұлы, Жеткізген Бұлтуғанұлы, одан бері қарай Елдос Еміл, Айгүл Қосанова, Ақмарал Ерімбетова, Ақылбек Тасқарұлы, Болат Бейсенғұлов, Ізмұрат Молбаев деген сияқты одан бері қарай біздер бар, жалғасып кете беретін осы шын жырлы кәдімгі дәстүрі үзілмеген, қай жағынан алсақ та Маңғыстаудың салт дәстүрі де бар, ән жыры бар, бәрі жалғасып жатыр. Енді біздің Маңғыстаудың өнері, Маңғыстау әншілік, күйшілік, жыршылық мектебі сол жеті жұрт келіп кеткен, сол қоныстанып кеткен елдің былай қарағанда сол жердегі ізі қалған жер бұл. Сол ізді біздің қазақ халқы басып отырғаннан кейін солардың рухы, солардың жаңағы жақсы қасиеттері деген сияқты осы жердің қасиеті біздің елімізге, қазіргі тұрып атқан елімізге жұққаннан кейін біздің жаңағы жыршылық өнеріміз тіпті түркі дәуірінен де тартуға болады. Кәдімгі басқаша өзінің ерекшеліктеріменен және жаңағы әулиелер жатқан жер деп айттық. Сол біздің әулие ата-бабаларымыз түгел күні-түні Алла деп зарлап өткен. Сондықтан жыршылардың барлығы да жаңа Сүгір жырау айтқандай, өнеге шашқан жыршылық Құдайға бұлда құлшылық дегендей, жырдың ішінде Құраннан да, аяттан да, хадистен де алып жырлаған біздің жыршы жырауларымыз өткен. Біздің Маңғыстаудың ерекшелігі сол қағысында, ілме қағыс дейміз, Адайдың қоңыр сазы дейміз, тағы айтатын болсақ, енді қара қағыс деп жатамыз, қара өлең деп жатамыз. Соның барлығы өзіміздің Маңғыстаудың ерекшелігін білдіреді. Жаңағы жыраулардың сөздері барлығы шариғат, тарихатпен байланысып жатқан, дінмен байланысып жатқан, салт дәстүрмен байланысып жатқан жырлар. Сол жағына келгенде біздің Маңғыстау ерекше. Түсіндіре алдым деп ойлаймын енді. Енді өткенде біз әлеуметтік желіде көптеген әңгімелерді мен салдым өзім парақшама, содан сізге өте көп сұрақтармен сізге оқырманның қызығушылығы туындады. Сіз Адайдың жеті қайғысы, Адайдың 5 жүйрігі туралы кеңінен ақтарып айтып бердіңіз. Соларға тағы да тоқталып, және бүгін біздің студияға домбырамен келген екенсіз. Сол ары қарай домбырамен тарқатсақ. Бәрекелді, рахмет. Енді жаңағы Қашаған Күржіманұлы атамыз жыр жүйрігі Қашаған биыл 185 жыл атамызға. Оның шәкірті халық ақыны Сәттіғұл Жанғабылұлына биыл 150 жыл. Жаңа Қашаған атамыздың өзі айтады, Абыл Нұрым Ақтан осылар еді тақтағым, осылай маған үйреткен тарихтың ескі ақпарын. Біз қазақ деген ел едік, қайырлы халық атанған үш қожаның тұқымы өсіп өнген қатардан, үйсін арғын алшын деп 300 болып аталған деп кете беретін атам екен дейтін дастандағы үлкен сөзі бар. Бұлай қарағанда жыр дейтін нәрсе оның ішінде шежіре де жатыр, оның ішінде тарих та жатыр, бәрі де жатыр. Сондықтан жыр дейтін айтатын болсақ, сол біздің Маңғыстаудың жыршылық өнері сол
Абыл Тоқтамышары Абыл Тілеуұлынан басталады. Оның ар жағынан тіпті айтатын болсақ, кезінде тоғыз тақты тақтан сүрген, билік айтқан атақты Сыпыра жырау дейтін болған, осы жырларда ана Маңғыстаудағы Сыпыра жырау деп айтылып жатады. Біздің Маңғыстаудың ән жыр өнері осы Сыпыра жыраудан бастау алады деп айтсақ та артық айтпаймыз. Енді бер жағында сол Абыл Нұрым Ақтан, Қашаған Аралбай, оның бер жағындағы Сәттіғұл Сүгір Ұзақбай аталарымыз, көптеген жыршы жырауларымыз, жаңа Жеті Қайқы бар. Оның ішінде Өскінбай Қалманбетұлы, Жаңай Өскінбай Қалманбетұлы, Мая Досат Бәйменбетұлы, Кенже Әділ Өтеғұлұлы, Медет Жылгелді Теңізбайұлы, Тіней Тастемір Боранғұлұлы, Қаржау Тұрсын Алдашұлы, тағы кім бар жетіншісі. Осы кісілер Жеті Қайқы деген жеті серілер. Маңғыстау өңірінде бізде талантты кісілерді сегіз қырлы бір сырлыны қайқы деп атаған. Өнерлі таланттарына, әйел адамдарына сәйкі деп атаған. Қайып атамыздың Ақбөбек сәйкілікпен бұраңдайсың, сұм жалған өдер десем тіл алмайсың дегендей, сол жаңағы қыз келіншектеріне сәйкі деп атап, ер азаматтарына қайқы деген атақ берген. Сол енді Жеті Қайқы деген, сол жеті сері жаңағы жеті кісілер. Жетіншісі жаңағы Шолтаман Байсарұлы. Майлан жары Шолтаман Байсарұлы атамыз осы Жеті Қайқы. Мысалы, Сыр өңірінде, Қызылорда өңірінде осындай өнерпаз жыршы жырауларды, керемет кісілерді, өнерімен таңғалдырған кісілерді сыр сүлейлер деп атайды. Мына Арқа өңірінде, Жетісу өңірінде сал сері деп атайды. Ал біздің Маңғыстауда осы Ақтөбе, Атырау, осы маңдағы аралықтағы тұрып жатқан елдің өнерпаздарын қайқы деп атаған, Жеті Қайқы деп аталуы содан. Енді сол Жеті Қайқыдан бір ән айтып берейік, сосын ары қарай әніміз жалғастырамыз. Мынау енді жаңа домбырамыз бүгін дайын болды. Бүгін қасиетті жұмада дайын болып отыр екен. Жаңа домбыраның авторы кім? Бұл домбыраны жасаушы Нұржан деген шебер ағамыз бізге жезде болып келеді. Тобыш ауылының күйеу баласы, өзі руды болады. Осы біздің Нұрмахан Жантөрин атындағы театрдың театр 2003 жылы ашылғанда ең алғаш сол театрда ашқан труппадағы біздің мықты актерлардың біреуі. Әрі актер, әрі шебер. Және осы біздің Орта Азияға танымал шебер десек те болады. Домбыралары қазіргі таңда өте мықты жасалып жатыр. Сол кісінің жездеміздің қолынан шыққан домбыра Нұржан дейтін ағамыз дей берейік. Сол Нұржан ағамыздың қолынан шыққан дүние. Қоңыр үнді әдемі домбыра. Осы домбырамен енді жаңағы Жеті Қайқыны айтып қалдық. Жеті Қайқының бірі Жаңай Өскінбай Қалманбетұлы атамыздың бір әнін айтып берейін. Өскінбай атамыз бір жиында отырып, күйін тартып, жырын жырлап, әнін айтып отырса, қасында жолдас жігіті бар, халықтың көңілі басқа жаққа ауып кетіп қалады. Бұл қалай болды екен деп жаңағы халықтың ортасына барса, сол халықтың ортасында мың бұралып бір биші қыз билеп жүр екен дейді. Ол кезде би деген өте сирек кездесетін өнер екен. Сұрастырып келсе, руы Мамыртай Айша дейтін биші қыз екен. Содан жаңа елдің көңілі жаңағы мың бұралып билеп отырған қызға, қыздың өнеріне таңғалып қарап отырғаннан кейін Өскінбайдың жаңағы өнері жайына қалған. Содан Өскінбайдың қасындағы жолдас жігіті, мына сенің адайдың Жеті Қайқысы деген атақты алғаныңнан не көрдік? Мына халықтың көңілі биші қызға ауып кетті. Өзіңе неге қаратпайсың дегенде табан астында жүрмісің аман есен кербез Айша деп мынау Өскінбай атамыздың айтып атқан ән екен. Жүрмісің ау, аман есен ау,
аяқтай баса алмайсың жорға тайшай өнерлі мен өзіңді құрбың едім ерітшай жүрегімді сарымайшай оу сарымайшай жұрт сіздің елден асқаны бейшау дейді ел бізді жұрттан асқан күйшау дейді жолдасым қасымдағың сыбырлайды Айшаның қытығына тишау дейді оу тишау дейді деген екен дейді. Адайдың 7 қайқысы туралы айттық. Енді адайдың 5 жүйрігіне тоқталсақ. Бұл енді жалпы адайдың 5 жүйрігі бар, 7 қайқысы бар, Маңғыстаудың жүйріктері ғой бәрі де. Бұлай айтқанда, ол кісілердің мұралары бізге, әсіресе осы 7 қайқының мұралары бізге аз жеткен. Себебі кешегі совет заманында әртүрлі жағдайлар болды. 28-29 жылдары халықтың жаңағы байдың малын тартып алу деген сияқты, ақу нишандарды, жарша жырауларды, әншілерді қудалау деген сияқты. Сосын 32-де ашаршылық болды. Сондай нәрселер, көптеген тарихи жағдайлар, оқиғалар. Одан кейінгі 37 жылғы репрессия, одан кейінгі ұлы отан соғысы басталып кетті. Одан кейінгі жаңағы 47-48 жылы ер едіге дейтін жырға тыйым салынды. Бүкіл түркі халықтарынан тарайтын елдердің ішіндегі жырланып атқан осы едіге жырына жаңағы халықтың рухы көтеріліп кетеді деп тыйым салған. Сондай үлкен тыйымдар болды. 51-52 жылы мәдени айдаулар болды. Ғалымдарымыз 25 жылға сотталды деген сияқты сондай. Одан кейінгі жаңа 5 облысты Жұмабек Тәшенов атамыз Ресейге қоспаймын деп отырып алды. Бермеймін деп ерлік жасап орнынан түсті. Сондай қысқасы оқиғалардың әсерінен біздің мұраларымыз жалпы тек қана Маңғыстау емес, қазақтың көптеген мұралары бізге әлсін ғана жетті. Енді осы 7 қайқының мұраларының ішінде ең көп жеткені жаңағы енді біздің филармония, Мұрат Өскінбайұлы атындағы филармония, сол Өскінбайдың жаңа 7 қайқының бірегейі, Өскінбайдың баласы осы Мұрат арқылы Өскінбай атамыздың жеткізген күйлері, өзінің күйлері, жаңаға Кербез Айшасы бар, басқада Жеті бұлбұл, Жерен жорға деген сияқты ән күйлері бізге жеткен. Сол Мұрат 300 ән күй жеткен баласы Мұрат Өскінбайұлы арқылы. Енді қалған мысалы Қаржау Тұрсын Алдашұлында Оймауыт, Көлқайнар, жаңағы сосын жаңағы айрық дейтін әндер. Солар бізге мысалы там-тұмдап жеткен қалғандарынан. Ең көп жеткен мұрасы осы Өскінбай атамыздың бізге жеткен мұралары. Күйлері көп жеткен. Ал Өскінбайдың өзі Маңғыстау күйшілік өңірінің белді әрі өкілі деуге де болады. Себебі түркілік сарындағы ноғайлы саздары бар. Біздің жаңағы көптеген өзінің шығарған күйлері бар, Абылдың күйлері бар, басқа да халық күйлерін көптеп жеткізген кісі. Ал сол Өскінбай арқылы біздің Мұрат атамыз жеткізген. Мұрат атамыз енді кеше 82 жылға дейін болған адам. Енді сол 5 жүйріктің жырларын көбінесе бізге енді бір жағынан бізге ауыз әдебиеті арқылы жетті.
Оның бертінде кешегі совет заманында Қабиболла Сыдиықов сияқты басқа да аталарымыз, ғалымдарымыз еңбек сіңіріп кәдімгі көптеген жырларын жазба күйінде қалдырды. Қабиболла атамыздың өзі осы Қарақалпақстан, Түркменстан, бүкіл Орта Азия өңірлерін аралап, осы бес жүйріктің басқа да әнші күйшілердің мұраларын, әсіресе осы жыршы жыраулардың мұраларын қағазға түсіріп кетті. Ол ауыз әдебиет дейтін құлақ арқылы, ауыз арқылы жете беретін дүние болғанмен де, бірақ біздің жазба мәдениетіміз арқылы соны жазып қалдырғаннан кейін осы біздің көптеген жырларымыз хатқа түсті. Сәттіғұл жаңағы айтқан халық ақын Сәттіғұл Жанғабылұлы атамыз да осы бес жүйріктің жырларын республика деңгейінде жеткізуге көп еңбек сіңірген адам. Осы мысалы Абылдың жаңағы әліпбиі бар, жаңағы Алланың иланамыз бірлігіне деген сияқты, Сүйінқара Батырға шығарған толғаулары, жаңағы Қайыбалды Сұлтанға айтқаны деген сияқты, Шерниязға берген жауабы деген сияқты сондай жырлары бізге жеткен. Енді ар жағында да мына Түркменадай Тіней ауылында Өгізбай Малгелдіұлы дейтін ақын жырау атамыз өткен. Ол кәдімгі мына жорық жырау Шалбар Қалнияз Шопығұлының ұстазы. Өзінің сөзінде бар, тойбастарында ұстазым Тіней Өгізбай неше буын жыр төккен 12 баспа қобыздай деп. Сол айтқандай, сол мына біздің Маңғыстау жыр мектебінің бастауын сол Тіней Өгізбайлардан, сол Абылдардан таратуға болады. Ар жағы сыпыра жыраудан жалғасып жатыр. Жаңағы Нұрым жырау, Нұрым жыраудан сұрайды екен, осы Қырымның 40 батыры қалай бізге жетті деп. Соны Нұрым атамыз Абыл арқылы жеткізген екен, ал Абыл сол ар жағы сыпыра жыраудан алған екен дейді. Ал сыпыра жыраудың өзі 14 ғасырда болған адам, ал Абыл атамыз 18 ғасырда болған адам. Ал сол аралықта басқа да жыршы жырауларымыз көп болды, бірақ бізге ол аттары көбінің аталмай қалды. Бірақ енді сол заманнан, сол сыпыра жыраудың заманы бар, 15-16 ғасырда кешегі атақты Қазтуған, Доспанбет жыраулар бар. Оның бер жағындағы Бұқар жырау, оның бер жағындағы кешегі 19 ғасырда жасаған атақты ақын батыр Махамбет Өтемісұлы бар. Біздің жаңағы Қалнияз Шопығұлы бар. Осы біздің Абыл, Нұрым, Ақтан, Қашаған, Аралбайлар бар. Осы бес жүйрік дейтініміз осы Абыл, Нұрым, Ақтан, Қашаған, Аралбай деп халықтың өзінің берген осы бес кісіні Маңғыстаудың адайдың бес жүйрігі деп атаған. Ол сол кезде жаңағы халық айтса қалып айтпайды дегендей, халықтың сол осы бес өнерпазға таңдауы түскен болып тұр ғой. Сол айтқандай, сол бес жүйрік дегеніміз осы жаңағы сол бес жүйріктің шығармаларын Қабиболла Сыдиықұлы, оның бер жағындағы Шежіреші Жетібай Жылқышұлы, жаңағы Сәттіғұл Жанғабылұлы сияқты осындай басқа да енді аттарын атамай жатсақ, басқа да ағаларымыз, апаларымыз кешірер. Осы кісілер басқа да кісілердің жазып қалдырған дүниелері біздерге қазір өмір бойы азық. Біздің ұрпаққа, біздің буынға, кейінгі буынға да жалғасып кете береді. 2025 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы деген атақ алды. Оны жақсы білесіз. Сол жерде, сол үлкен ашылу салтанатында, үлкен жиында, үлкен концертте 1,5-2 сағатқа созылды. Соның ішінде біздің Маңғыстаудың бес жүйрігі осы Абыл, Нұрым, Ақтан, Қашағанның жырлары сомдалды. Біздер сол Ақылбек Тасқарұлы ағамыз бастаған бес жігіт болып, бес жыршының осы бес ақынның жырын сол жерде өзім Қашаған болып, Ақыл ағамыз Ақтан болып деген сияқты, Манас ініміз Аралбай болып, Темірбек Абыл болып, Оспан Нұрым болып деген сияқты, мен Қашаған болып, соны рөлдерін сомдап, бес жүйрік болып, бес жырын сомдадық. Былайда, ол былай айтқанда Байұлы шаршың толғасын дейтін жыры бар, соны айтып берейін сізге.
байылы шаршың толғасын, алдыңда жыршың толғасын, әрі бері тербеніп дәуітте қалам қолға алсын. Асылық сөзді сөйлемейді, асылы бұлбұл болғасын, қызыл тілге кір жұқпас қалыбын нұрмен шайғасын. Сайрап тұрған қызыл тіл добырақ болары солғасын, құбылып тұрған қамқа тон шүберек болары тозғасын. Сөйлейін сөзді басынан, айтпаймын сөзді жасыған, мен қашанғы бәйгі кер қосылған топқа жасынан. Ағаларым сағынат айтпай кетсем осыдан, мәпағат сөзің табылары көңіліңнің қошынан. Артық жаратқан 18 мың қаламнан, мен әуелі сөйлейін рұқсат болса Алладан. Әркімдер қуып алып жүр несібесін арнаған, несібеңді арнаса малың болмас бармаған. Жарандар сөйле десеңдер бас тартпаймын ортадан, пайдаңызға жараса ай білгенімді қорғаман. Алашта талай айтқыш көп, ай қайнардан шығып қайнаған таудан шыққан бұлақтай, құйылы көрден сарлаған мысал қайнар суаттай, жататын асы бар надан. Жабыла бәрін келіңдер сөзіме болсаң қанбаған, мен бақшадағы бұлбұлдай бабында бұрын сайраған. Ай төрт аяғы ырғалған қай жерім кем жорғадан, мен тұқымды жүйрікпін алдарыңда тербеніп. Ай бақадар қалше толғаған, деген Қашаған атамыздың жыры. Баяғының осы жыраулары, дәстүрлі әншілері кезінде елдің мұң-мұқтажын, елдің қазіргі замандағы блогерлер болады ғой, сондай сияқты болған. Ана сен де Сәттіғұл Кәкен қысап Фейсбукта аттың басын жібересің деп маған бір ағам күліп еді ғой. Биыл енді біздің Сәттіғұл Жанғабыл атамыздың 150 жылдық мерейлі тойы. Енді Сәттекең шығармасы, немесе оның бізге жеткізген шығармасынан тоқтала кетсек. Сәттіғұл Жанғабылұлы атамызға енді биыл 150 жыл деп отырмыз. Ол кісінің шығармалары, мысалы Досан Батыр дейтін шығармасы бар. Осы біздің 1870 жыл Маңғыстау қазақтарының көтерілісі болады патшаға қарсы. Сол кездегі сол Маңғыстау халқының ер жүрек батырларын жырға қосады. Әсіресе сол сол көтерілісті бастаған батырлар Алғи Досан, Иса бар. Соның бел ортасында жүрген кәдімгі көтерілістің басшысы болған біздің Маңғыстаудың батырларынан кім бар деген кезде осы Көксауытты Ер Досан деп айтылады. Досан Батыр дастаны, Досан Батырдың сол жырда ерлік жасағаны, жауды қалай жапырғаны. Жалпы біздің қазақтың батырлары атқа мінген кезде рухтанат, әруақтанат. Сол бұл қысқасы Досан Батыр батырлық дастан. Сол біздің Сәттіғұл атамыздың ерекшелігі осы Досан Батырдың ерлігін жан-жақты айшықтап жырлаған Досан Батыр деген үлкен дастанында. Бұл тарихи дастан. Бұл тарихи дастанда сол кездегі Маңғыстау қазақтарының жай-күйі, көтерілістің қалай басталғаны, оның ішінде осы біздің Маңғыстаудың атақты би Бәйменбеттің есімі бар, Бәйменбет бидің, басқа да Жаманқара Иса би сияқты, басқа да Алғи Досандарды айтады. Басқа да сол батырларымызды ішінде жырға қосады. Және жау жағынан Ояз Рукен деп айтады, солардың басшысы. Соны найзамен түйреп өлтіргені жайында сол Досанның кәдімгі қалай ерлік жасағанын бәрін сол жерден айта келеді. Және осы Сәтекеңнің жырлары, Сәттіғұл атамыздың жырлары дінмен көп байланысты. Бұл кісі енді атақты Айдар Ишан әулие атамыздың қасында жатыр. Өзінің соңғы өсиеті өмірден өтерінде сол ұстазым Айдар Ишанның қасына қойыңдар деген, сол Тұщықұдықта мәңгілік тыныс тапқан жері. Сол Тұщықұдықтың тумасы әрі, бірақ енді үлкейген шағында осы Жетібай дейтін жерде болды. Сәттіғұл атамыз мұнай өндірісі 61 жылы ашылғаннан кейін сол өмірінен өтер шағында өзінің аманатымен сол жерге Тұщықұдыққа Айдар Ишан
әулие бабамыздың қасына қойды. Сол жерде мәңгілік тыныс тапқан жері. Айдар Ишанның шәкірті, сол кісіден діни сауат ашқан кісі. Бұл кісінің өлеңдері дінмен де көп байланысты. Құдай туралы, әулие әмбиелер туралы, біздің қазақтың салты жайында, және жаңағы еліне қайыры тиген, зайыры тиген батырлар жайында, байлары жөнінде көптеген толғау шығармалары және насихат сөздері елге үлгі шашқан. Және бұл кісі енді екі заманда да көрген адам ғой. Бұл 1876 жыл туған адам, 19 ғасырдың аяқ жағына жақын ғой енді. Сол заманда да көрген адам және совет заманын көрген адам бұл кісі. 1966 жыл өмірден өткен кісі, 90 жасында өмірден өтті. Сонда ол кісі совет заманында көріп, қазіргі өндіріс ашылып атқан, сол кездегі өндіріс, мұнай кен орындары ашылып атқан, және сол кісінің жырларында осы мұнайға да байланысты, мұнайшыларға арнаған көптеген өлең толғаулары бар. Сәтекең жайында айтатын болсақ, енді өлеңдері көп. Жалпы біздің Маңғыстау жырауларының сөздері бір-біріне жалпы ұқсас болып келеді. Және де бір Сәтекеңнің ерекшелігі, бұл кісінің өлеңдері көбінесе поэзия тілінде болып келеді. Мысалы, оның бір сөзін айтатын болсаңыз, бір сөзінің өзі ұзаққа кетеді. Және оны арасынан үзіп ала алмайсыз. Бір-бірімен тығыз байланысты. Моншақ сияқты бір-бірімен байланысып жатыр, тығыз байланысты. Яғни біз Сәттіғұл Жанғабыл туралы сөз зергері бұл кісі, былай айтқанда. Оған бір күнде жетпейді деңізші, насихаттау үшін. Оған енді Сәттіғұл атамызды қанша насихаттасақ та айтыла береді. Бұл кісі де ар жақтан Құдай тағаладан, табиғаттан берген ерекше дарын иесі. Тыңдаған кезде біз өзімізге, өмірімізге мәнді нәрселерді көп аламыз деп ойласақ та болады. Ал енді Әзімхан Адай дәстүрлі әнші деп таныстырдым ғой жаңа. Мен үшін сен тіпті жыршы, термеші, дәстүрлі әнші, барлық кейде күйші де болып кетесің. Ендігі сұрағым былай. Жыр мен дәстүрлі әннің айырмашылығы және байланысы қандай? Бәрекелді. Мысалы, жаңа Жетіқайқын ата өттік, иә? Жетіқайқы деген, мысалы, Өскінбайдың өзі жыршы болған адам. Өзі мықты ақын болған адам. Жаңағы мысалы енді қасындағы жолдас жігітіменге атқанда, ана қыздың көңілі Айша қызға оқып кетті, өзіңе неге қаратпайсың дегенде табан астынан ән шығарды, табан астынан сөз шығарды. Әрі бұл кісі сазгер, композитор, өнері өте көп. Сол айтқандай Жетіқайқының әрқайсысы да жаңағы Құнан-Нар дейтін атақты әніміз бар ғой біздің. Бір әнді сатып алдым, Құнан-Нарға берейін керек десе құмарларға, ит тауыспаяғыдай аңқымайды, жас келіп қартайған соң амал бар ма дегендей, сол Құнан-Нардың авторы Жылгелді атамызда мысалы ақын жыршы болған адам. Бұл кісілер синкретті өнерді қатар алып жүрген адамдар, кісілер, өнерпаздар. Бұл кісілердің сөзінде өз шығарады, әнінде өз шығарады. Мысалы қазіргі заманда ондай кісілер де бар. Бірақ қазір көбінесе біздер сөзін басқа кісіге, басқа ақынға жаздырамыз да, әнін басқа композиторға шығартамыз. Ал бұл кісілердің өздері әрі әнші, әрі күйші, әрі жыршы, әрі сазгер, композитор. Тіпті керек болса, мысалы, Кенже Әділ Өтеғұлұлы дейтін болыс би болған адам. Мысалы, жаңағы Жетіқайқының бірі Нұрлан Құлбай дейтін ағамыз бар. Осы тарихи ескерткіштерді оқып, зерттеп, соның бірден бір маманы құлпытастарды зерттейді. Содағы ана біз білмейтін жазуларды оқитын кісі ғой енді, мықты маман. Сол кісінің бір күні сол Facebook парақшасынан көріп қалдым. Адай билері деп жазып қойыпты. Қолын қойған әрі мөрімен қолын жаңағы мөрін басқан. Соның ішінде Әділ Өтеғұлұлы деп тұр. Демек, біздің Әділ атамыз әрі сазгер, әрі әнші, әрі жыршы, домбырашы, әрі болыс би болған. Бұлай қарағанда, сіздер сияқты әлеуметтік мәселені де қозғап, елдің жоғын жоқтап, мұңын жырлап, халықтың атынан сөйлеген адамдар. Мысалы, бұлай қарап отырсаңыз. Ал жаңағы Жетіқайқының тағы бірі Досат Бәйменбетұлы. Досаттың әкесі атақты Бәйменбет би. Бүкіл Маңғыстауға, бүкіл қазаққа белгілі би, кәдімгі дейтін. Сол заманда қазақша, орысша өте сауатты болған адам, кәдімгі дейтін, өзінің заманында мойындатқан адам. Сол кісінің баласы
Досат атамыз мысалы жеті қайқының бірде бірегейі, оның көптеген әндері бар. Досат атамыз кешегі 31-ші жылы Маңғыстау көтерілісі болғанда адай көтерілісі болды. Сол кезде көтерілістің бір жағын басқарған адамдардың біреуі мысалы. Әрі батыр деуге де болады. Әрі сөзге шешен, болыс би болған адамдар. Былай қарағанда 8 қырлы бір сырлы адамдар. Халықтың атынан сөйлеген адамдар десек те болады. Рилсті салдым ғой жүктеп сіздің орындауыңызда астына көптен пікір таластар кетті. Қой, ондай ән жоқ, бір әнді сонда Құнаннарға сатып алған ба деп астына кейбір адамдар қарсы пікір жазды. Осы әнге тоқталып қайтадан тарихын айтып және орындап беріңізші. Рахмет. Бұл кісінің енді руы Бәйімбет, медет жыл келді. Теңізбайұлы дейтін шайырда туған адам, Сарысу деп те жатады, қысқасы шайырдың тумасы. Шайырда атақты Қашаған Күржіманұлы атамыз мәңгілік тыныс тапқан 40 кез дейтін қауымда. Жалпы шайыр дейтін жердің табиғаты өте керемет. Әлі күнге дейін сол ауылдан мысалы бізге оқуға әншілер келсе, дауысы керемет әнші іні қарындастарымыз көп. Өзіміздің әріптестеріміз де бар оның ішінде. Айтайын деп отырғаным, сол Жылкелді атамыз жеті қайқының бірі аталғаннан кейін сол уақыттарда жас кезінде шығарған мынау Құнаннар дейтін әні. Бұл Құнаннарды жаңа ұстазымыз бүкіл республикаға ең бірінші танытқан деуге де болады. Айгүл Қосанова керемет қылып орындап, сол Айгүл Қосанованың орындауынан ұстазымыздың басқа өңірдің әншілері де орындап, үйреніп айтып жүр осы әнді. Құнаннар бүкіл Қазақстанға танымал ән. Осы Құнаннар әнінің шығу тарихы, жеті қайқы деген атауды алғаннан кейін бұл жеті өнерпаз бірге ел аралап жүріп өнер көрсеткен дейді. Тек қана Маңғыстаудың ішінде емес, бұл Атырау, Ақтөбе, мына жағы Хиуа деген сияқты жерлерді бірге бағзы өнерпаздар дәстүрмен бірге ел аралаған деп айтылады. Осы 1855 жыл туған деп айтылады осы кімді, Жылкелді атамызды. Енді бұл кісі 1928 жылдары жасы біразға келіп үлкейіп қалған шағында 28-29 жылдары зобалаң заман басталып жатқан шақ, ауылдастары келіп көңілін сұрайды және бір ән салып беруін өтінеді, қол қалапты қысқасы. Сонда атамыз айтты дейді, қиын заман ғой енді, ол кездерде байлардың малын тартып алып, елдің экономикасын ұстап отырған байларды қудалап отқан заман, елдің руханиятын ұстап отқан ахун ишандарды қудалап отқан заман, әнші жыршы жырауларды да жан жаққа бытыратып ит жеккенге айдап отқан заманда бұл кісі де бастың аман сауында уақытша қонысты ауыстыра тұрайын деп Түркменстан жағына көшейін деп отқанда ауылдастары келіп көңілін сұрайды. Бір жақ үлкен кісі бір ән салып бер деген кезде сонда айтты дейді атамыз, ай бұл 80-ге келіп селкілдеген шақта баста бір ән қалды дейсің ба? Жас күнімде айтатын Құнаннар дейтін сүйіп айтатын әнім бар еді, көңілдерің қалмасын деп осы әнді жас келіп қартайған соң амал бар ма деп Жылкелді атамыз осы әнді шырқап жатыр дейді. Осы әнді айтып берейін, айтып беріңіз. Қызу талқыға түскен әлеуметтік желіде осы рилс. Бір әнді сатып алдым ау Құнаннарға берейін керек десең ай құмарларға ит дауыс бұрын құдай аңқымайды жас келіп қартайған соң ай амал бар маңай амал бар маяу қара нар жүк көтермес ай
кеткен соң енді ала құлазыйдың ай ел кеткен соң сүйреткен боз жорғаның шылбырындай қылаңға сөз ередің бой жеткен соң ой қылаңға сөз ередің бой жеткен соң Қаранар жүк көтермес бел кеткен соң Маңғыстау құлазыйдың ел кеткен соң Маңғыстау тұлғаларсың туғатында беліңнен маң-маң басқан мен кеткен соң бұл әнді сатып алдым құнан нарған берейін керек десең құмарларға басымнан ит 25 өтті кетті күн қайда енді бізге бұлаңдарға бұлаңдарға деген екен дейді. Керемет. Ал жалпы дәстүрлі әнге, жыр мектебіне осы жастардың қызығушылығы қандай? Қазіргі таңда жастардың қызығушылығы өте жақсы. Енді манағы сұрағыңызда дәстүрлі ән мен жырдың айырмасы қандай дегенде, соны азғантай қысқа нұсқа айтып кетейін. Бұл енді жыр дегеніміз көбінесе насихат сөздер, жаңағы мысалы көрсете кетейін. Мысалы Ақтан Керейұлының ерлігі жырында әуелі Алла Зүлжалал ортаға жауап тасталық бұл дүнияны зауқ етіп әңгіме құрал басталық осындай құрал болғанда бойымызды балап қашпалық дүние фәни болғалы өтпеді кімдер заманнан бұл жалған фәни өтудің айқауына менен адамнан әуелі бастап айтайын атамыз Сафи адамнан деп бұл жырдың ерекшелігі ар жағы әуелі Алла Зүлжалал деп тұр ғой. Алладан бастайды, сөздің басы бісміллә, бісміллә сіз қылман дейді тағы бір сөзінде Ақтан атамыз. Сол айтқандай бұл жыр бісмілладан басталады, Құдайдан басталады, тарихты айтады бұл жерде, шежірені айтады, насихат сөздер, ата-ананы құрметте, қадірле деген сияқты жаңағы батырлар дастаны бар. Жаңағы сонда досан сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді деген сияқты. Мысалы, Қалнияздың Қожалақ батырды қайрап айтатын жырында жаңағы жауға шаптыру керек. Сонда халқына мақтан Қожалақ, жауына шапқан жағалап, әруақты ердің сойедың ар жағың сармыс ер жанақ, екі талай егесте жерің жоқ қалған қорғалап, осы сапар не болды атыңның басын бұрмалап, бір сен емес адай тұр қарақұлдау азалап, ат ойнатып әнекей дұшпаның тұр мазалап, туын жықпай асар тұр келседе дұшпан қамалап, келім берді Құдайке жиналып тұр айнала өзіңе қарай сағалап, көре тұрып со осыны парасың қайда Қожалақ, сен адайдың қорғаны, айбарың артық арыстан, жүрегің берік құрыштан. Аман шыққан ередің талай шайқас ұрыстан, ерлігің сенің кембеді, кешегі төлеп қармыстан. Ағаларың бұрынғы Есенқұлдың есегі таутайлақпен алысқан, жез тырнаққа жабысқан, сармыш шотан ер жанақ, қалмақ жаумен шабысқан, ата қозы ер шабай, өмір лабақ құдабай, дұшпанды қуған қоныстан. Дәуімшар мыңбай ер досан патшаға қарсы ұрысқан, ар жағың адай ұранды, сен солармен туысқан. Атаға тартып ұл өсіп ерлігі саған жұғысқан,
егесер жерге келгенде ер өлмейтін бет намыстан лайық емес ерлерге дұшпанын көріп ығысқан дейді. Бұның сөзі көп, ары қарай кете береді. Сонда сенің ар жағыңдағы осындай батырлардан сенің қай жерің кем деп жатыр. Көрдіңіз ба? Бұл жерде рухтандыру, елді патриоттық сезімге тәрбиелеу, жас ұрпақты патриоттық сезімге тәрбиелеу, жырдың міне айырмашылығы осы. Жырда бұл сөз көбінесе, насихат сөз, әрі мақамсазды өзіңіздің көңіл күйіңізге қарай, өзіңіздің шеберлігіңізге қарай, халықтың жаңағы қалай тыңдап отырғанына қарай жалықтырмас үшін әртүрлі мақамсазға салыстырып айта бересіз. Ал ән деген бірде 2 шумақ, бірде 3 шумақ болады. Оның мысалы сөздерін ана сөзге салып ауыстыра алмайсыз. Мысалы жаңағы Құнаннарды сіз, Құнаннардың сөзін сіз, оның аты айтып тұр ғой. Бір әнді сатып алдым Құнаннарға дейді. Әуені дәл осы, ол құлақтағы бар ән, оны тіпті бесіктегі баладан еңкейген кәріге дейін біледі бұл әнді. Бұл әндің сөзін сіз басқа әуенге салатын болсаңыз, ай, мынау не қылды отыр? Сөзін бұзып отыр ғой дейді. Ал әннің айырмашылығы осы. Әнде көбінесе бұған дауысты талап етеді. Биік әндері бар, соны салу үшін көбінесе дауысты талап етеді. Ал жырда көбінесе сөзің анық болу керек, сенің айтқан сөзің халыққа өтімді болу керек. Күміс көмей жезтаңдай әнші деп жатамыз ғой, соны айтамыз. Ал қараңызшы, мен ән мен жырдың айырмашылығы осы. Мен осы күні жыр тыңдап, домбыраға кәдімгідей, мүмкін ол бұрын жас кезде тыңдамаған шығармын жырды. Әсіресе қазір Санжар Керімбай ағамыз айтады ғой, Маңғыстаудың жыр мектебі керемет, жыр тыңдай беріңдер, жастарға үгіт насихат жасай беріңдер, жырды жастар тыңдасын деген бізге сондай әңгіме айтады Санжар аға. Содан қарасам мен, біз қазір той жасаймыз, Маңғыстауда небір байларымыз бар, кәсіпкерлеріміз бар. Біз кейбір эстрада әншілерін 3 миллионға, 5 миллионға алып келіп той жасап жатқан қазақ ағайындар бар. Ал жыршыларға біз бір 3 миллион, 5 миллион бір жыршыға тойға шақырып, бір кәсіпкер ағамыз 3 миллион теңге беріпті деп естіген жоқпын. Жалпы тойға шақыра ма жыршы әншілерді? Енді жоқ деп айтуға да болмайды. Жаңа сіздің сөзіңіздің дәлелі ретінде енді жыршыларда бет ашады ғой, келіннің бетін ашады. Кейде мысалы 50-60 мың теңгенде көп сынып атады. Бір 20 минутқа, бір жарты сағатқа бет ашқанға осындай соншама көп ақша сұрайсыз ба дейді да. Ондайлар жалғыз менде емес, сол басқа жыршылардың да басынан өтіп атқан жағдай. Енді дегенмен халықтың жағдайына әрине біздер қараймыз. Мысалы жаңағы менің сөзім аяусыз аға менен жеңгеден. Кейбір жаман жыршылар сатып жүр жырын теңгеден деп Ақтан Керейұлы атамыз айтады. Бірақ енді сіздің сөзіңізге қарап отырсақ, өнерді жырды бағалау керек. Бір қарап отырсаңыз, бір әнді сатып алдым Құнаннарға дейді. Былай қарағанда қызық нәрсе. Енді айтайын деп отырғаным, өнерді әрине бағалау керек. Жаңағы айтқан аузын жыбырлатып фонограммамен бір 2-3 ән айтып ән шырқап кеткен өнерпаздарымыз да, жұлдыздарымыз да бар. Соларға кәдімгі долларлап ақша шашып атады, миллиондап ақша шашып атады. Оның қасында жыршы әнші дегенің, домбырашы күйші дегенің тірі жанды дауыста, өзінің кәдімгі салалы саусақтарымен жан дүниесімен орындап береді. Біздер ешқандай жаңа фонограмма дегенді білмейміз мысалы. Ауырып тұрсақ та жанды дауыста айтып шығамыз. Енді сіздің сөзіңіз өте орынды, жыршы жырауларды бағалау керек. Жоқ емес, жаңағындай кәдімгі айтқызбай беріп ататын ағаларымызда, апаларымызда, өнер жанашырларда жоқ емес бар. Жалпы осы 2022-23 жылдары көптеген біздің Маңғыстау өңірінде мәдени шараларда көп болды. Қазірде Құдайға шүкір көп қой. Сол кезде әсіресе осы жырға көбірек көңіл бөлінген уақыттар болды, ән жырға. Дәстүрлі әнімізге, жырымызға. Мысалы енді Нұрлан Ноғаев ағамызды айтып кетуіміз керек. Ол кісі кәдімгі жыршылар фестивалінің көптеп жасалуына көптеген еңбегін сіңірген адам. Нұрлан Асқарұлы. Нұрлан Асқарұлы. Сол кісі мысалы 50 мен 70 жас аралығындағы батыс аймақтық жыршылар өткенде де соған демеушілік білдірді. Және оны білмейді екенбіз. Оны
және тағы да бір жыршылар фестивалі болды. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жыршыларды, әр мектептің жыршыларын шақырды. Әрқайсысына 300-400 мыңнан мысалы сертификат берілді. Бір-екі жыр орындаған үшін. Соғанда демеушілік жасады. Оның бер жағында біздің осы Елдос Емел ағамыз бастаған ағаларымыз, бауырларымыз, іні қарындастарымыз осы түркі елінің 4 мемлекетін 8 қаласын аралап, осы Қырымның 40 батыры деген тақырыппен елді аралап, жан-жақты концерт қойып, жырлап, күй тартып келді. Оған да мұрындық болған сол кісі. Енді жақсының жақсысын айт, нұры тассын дегендей, сондай жақсылықтарын айта кету керек. Сондай көңіл бөлінді. Қысқасы, біздің осы ән жырымызға, мәдениетімізге көптеп көңіл бөлінсе, әсіресе осы жырымызға көптеп көңіл бөлінетін болса, соны мектептерде оқытатын болса, әбден нұр үстіне нұр болады. Патриоттық сезім. Бұл батырлар жыры, жыр деген нәрсе патриоттық сезімге тәрбиелейді. Оның ішінде қаншама үлгі өнеге жатыр. Елді сүюге шақырады, ата-ананы сыйлауға, жан-жағыңды, қоғамды сыйлауға, құрметтеуге, құрдастарыңды сыйлауға. Ол түгіл жасымыз. Бұл тәрбие ғой, тәрбие құралы. Оны айта берсек енді көп әңгіме. Жастар түгіл өзіміз 45 жасқа келгенде жыр тыңдап, өзімізді біраз тәрбиелеп жатқан жайымыз бар. Енді бұрын мен эстрадалық әншілерге қызықсам, енді мен қонақ шақырсам, міндетті түрде қара домбыраны үйге, домбыра тартатын, күй тартатын адамдарды төріме отырғызатын жағдайға жеттім, Аллаға шүкір. Бұл да менің осы домбыраны, бұл жерде осы отан сүйгіштікке, жалпы тәрбие ғой бәрі. Тәрбие. Ол енді мысалы жырды тыңдап отырған баланың бір сөзі құлақта қалмаса да бір сөзі қалады. Әрине. Ол мысалы көкірегіне сіңгеннен кейін ол сөз болашақта оған өмірлік бағдар береді. Енді сіз өткенде өзіңіздің шаңырағыңызға кәдімгі күйші жыршыны шақырттыңыз, кәдімгілей осы әндердің тарихын айтып, сол жерде күйлер тартылды, күйлердің де тарихы айтылды, ән жырлардың да тарихы айтылды, кәдімгілей бір керемет бас қосу болды. Ол сіздің былай айтқанда руханиятқа, мәдениетке жасап отырған сіздің құрметіңіз. Рахмет. Сіздің қаншама тыңдармандарыңыз бар. Сіз арқылы да мысалы көптеген адамдар тек қана жырды тыңдайтын болса, ол біздің ұтқанымыз болып есептеледі. Сондықтан сізге Алланың нұры жаусын дейміз. Ақылың болса жыр тыңда дейді атам қазақ. Сол шынымен де кәдімгі жырды тыңдаса адамның ақыл ойы өседі шынымен де. Енді бүгінгі подкастымызды көптеген адамдар тыңдайды. Біздің қазақ тілді оқырманға бұрын біз орыс тілді подкасттар, ютубтан орыс тілдіні көп тыңдадық қой. Қазір Аллаға шүкір қазақ тілді каналдар ашылып жатыр. Бізде Маңғыстаудың осы жырын, дәстүрін, салтын, күйін насихаттау үшін осы жаңа айдарды ашып отырған жайымыз бар. Көптеген ата-аналар сізге қызығатын болады. Және сізге ең соңғы сұрақ, жыршы болу үшін, дәстүрлі әнші болу үшін қандай қасиет болу керек? Барымша енді жауап беруге тырысайын. Бірінші, адамда тума талант болу керек. Жаңағы баяғыда осы Қарша Ахмедияров атамыз айтты дейтін сөз бар. Алла тағаладан, табиғаттан 1% талант, қалған 99% еңбек деп. Әрине, Құдай тағала әркімге әртүрлі қылып талантты береді. Таудай қылып үйіп беретіндер де бар, азғантай қылып та беретіндер бар. Өте талантты адамдар болады. Бірақ кішкене еріншектеу, жалқаулау болуы мүмкін. Бірақ азғантай таланты бар адам соны арғарда еңбектің арқасында дамытып, елдің ықыласына бөленіп ататын жандар да аз емес. Жаңағы еңбек бәрін жеңбек дегендей, жалпы қай салада да еңбектенген адам ұтады, жеңеді ол. Енді айтайын деп отырғаным, ар жағында Құдай тағала бермесе, әкенің қанымен, ананың сүтімен өнер ол
бойыңа дарымайтын болса, ол ешқандай ештеңе істей алмаймыз оған. Бірақ ең болмаса жаңағы би болмасаң да би түсетін үй бол дегендей, жыршы болмасаң да, әнші болмасаң да, өнерпаз болмасаң да, сол өнерпаздардың жырын тыңдап, өзіңе азық ретінде қабылдап, сол өнерпаздарды құрметтеп, жақсы тыңдаушы біле білгеннің өзі де үлкен өнер. Ал енді бала кезден осы жөргектен бастап балаға бесік жыры бар, әртүрлі тақпақ жаңылтпаштар бар, баталар бар. Осы жырларды жаттататын болса, ол бала міндетті түрде жақсы адам болады. Жаман жолға түспейді. Себебі ол құрттай кезінен, кішкентай кезінен әке-шешесінің айтқан тәрбиесі, ақылы, сөзі, үйіне жыршы әкеліп ата-анасы жырлататын болса, соның бір сөз болмасын құлақ арқылы көкірекке сіңеді. Ол көкірекке түскеннен кейін ол бос жатпайды. Ол ішінде түлейді. Ол азамат сол жыршының айтқан бір сөзінен болашақта үлкен тұлға болып қалыптасуы мүмкін. Оның мысалы дәлел ретінде атақты Өзбек Әлі Жәнібек, мәдениет қайраткері, қоғам қайраткері, мәдениетті кәдімгідей өз заманында керемет жоғары деңгейге көтеріп кеткен. Қаныш Сәтбаев мысалы, Имантайұлы, әкесі Имантай бүкіл қисса жырларды баласына оқытып қоятын еді дейді. Ал сол қисса жырларды, батырлар дастанын, ғашықтық жырларын оқып өскен Қаныш атамыз бала кезінде үлкен ғалым болып қалыптасты ғой. Мысалы көптеген жаңағы мысалы ғалымдарды тәрбиелеп шығарды. Ұлттық ғылым академиясын 1946 жылы 1 шілдеде ашты. Өзінің сол ар жағындағы ішіне сыймай жатқан бүкіл потенциалды, бүкіл инерциясы жаңағы қисса жыр тыңдағанның арқасында ол үлкен азамат болғанда сыртқа атылып шықты да, ол жаңағындай үлкен ел үшін, қазақ үшін қазына қалдырып кетті, былай айтқанда. Ұлттық ғылым академиясын ашып кетті. Ал соның бәрі қисса жырдың, әннің қасиетімен, құдіреті. Былай қарағанда. Ал енді біздің айтарымыз сол жеткіншектерімізге, 3-4 жастағы іні қарындастарымызға, мейлі қанша жаста болсын, әлде де кеш емес. Сіздің өзіңіз 40-тан асқаныңызда мысалы ән жыр күй тыңдап отырсыз, ол ешқашан кеш болмайды. Сіздің өзіңіз осы жырға деген аңсарыңыз ауып отыр. Ешқашан кеш емес, сондықтан ал кішкентай кезінен тыңдататын болса, ол жыр, әнді, күйді тыңдап өскен бала міндетті түрде ақылды азамат болып, қоғамның сөзін сөйлейтін, қоғамның бір кірпіші болып қалыптасатын тұлға болып міндетті түрде қалыптасады. Оған кәміл сенімдіміз. Өткенде мен інім келді ғой, 11 жаста, Түпқараған ауданы Ақкетіктен. Біздің тұқымымызда жыршы да, термеші де, әнші де жоқ. Бірақ менің інім 10 жасынан бастап өзі домбыра тартам, жыршы болам деп, сол кезде 4 минут Сәттіғұл атасының жырын жырлап берді. Өзінің қызығушылығы бар. Оны ағылшынға, робототехникаға бәріне берген. Мама, мен оларға бармай, мен домбырамен қала берейінші деп қалыпты інім. Бәрекелді. Өткенде сіздің шаңырағыңызда сол інімізді тыңдадық, айтып жатыр. Мен кәдімгілей 13-14-тегі бала ғой, да? 11-де? 11-де, иә. Керемет, мен риза болдым. Кәдімгілей ол мысалы 10 жол жатта болса да біз риза боламыз. Ол дейтін ән жерде дейтін 1-2 бет жаттаған сияқты. 2-3 бет анық бар сияқты, бір 100 жолдай анық бар. Ал соны қайта-қайта айта берсе, дамыта берсе, ары қарата жаттай берсе, оның есте сақтау қабілеті жақсарады. Жаңағы жыршы болу үшін сол айтқан әуелі ар жақтан берілген, тылсымнан берілген есте сақтау қабілеті мықты болу керек. Есте сақтау қабілеті ар жағында жыр жаттауға деген, ән жаттауға деген қабілеті болса, кез келген баланы жыр айтқызуға болады. Және мысалы жаңағы Қашағанға да, Мұрын жырауға да мысалы тылсымнан келіп ар жағында қасиет қонған ерекше дарын иелері, әруақ қонған дейміз ғой, ерекше қасиетті адамдар. Мысалы Мұрын жырау атамыз 17 жасында мешел болып қалады. Сонда ауылына, сонда жаңағы үй ішіндегі адамдар бір жерге апаратын болса көтеріп жүреді. Содан жаңағы кімнің жаңағы Мұрын жыраудың сол ауылына бір кісі, қасиетті кісі келген екен. Адам емдейтін сондай қасиеті бар екен.
сол қонақта отырғанда жаңа мұрын жырауды көріп қалып, мына бала не қылып отыр дейді ғой. Осындай дейді. Сосын емдеп көріп қарайды да, сосын айтады, бұл баланы таңертең жаңағы қойдың өрісі шығатын жаққа қарай қойып отырғызып, қойды шығарыңыздар, бүкіл қойды осы баланың үстінен айдап өтіңдер. Қай қой келіп осы баланы иіскейді, соны садақа қылып сойып таратып жіберіңіздер. Иншалла жақсы болып кететін шығар дейді ғой. Содан сол күн жақсы деп жаңа кісінің айтқанын тыңдайды да, сол күні жаңағы таңертең жаңағы жағдайдың бәрін жасап, айтқан нәрсесінің бәрін орындап сөйтетін кезде екінші күн екен, сейсенбі екен. Бізде қазақта күн тергейді дейтін бар. Ол күні бірақ жаңағы бір тоқты дейді, келіп баланы иіскетті дейді, соны бөлек қойып, бірақ сол күні жаңағы құрбан шалған жоқ дейді. Күн тергеп сәрсенбі күні, сәрсенбінің сәтіне деп құрбан шалып жіберді дейді. Сол садақа қылып таратып жібергеннен кейін ұйықтап жатса, жаңа мұрын жырау атамыз таңға жақын бекен, ол кезде енді ағаш үйде, киіз үйдің ішінде демалады ғой. Ұйықтап жатқанда шаңырақтан бір орта бойлы қызыл шырайлы кісі, қоңыр бөрік киген, үстінде аппақ киімі бар бір кісі шаңырақтан түсті дейді. Түсіне аян беріп түсіп, жаңағы бала ассалаумағалейкум деп түсінде амандасып жатыр дейді. Мына кісі уағалейкум ассалам, қарағым айналайын, мен сенің бекет атаңмын деп айтты дейді. Мен бекет атаңмын, сенің дейтін садақаң кеше қабыл болды, кешеде неге садақаңды тарата бермедің, Құдайдың бәр күні сәтті емес пе деп айтты дейді. Садақаң қабыл болды, енді сенің ішіңе сөз толады, көмейіңе саз қонады деп, қош сау бол деп, жаңағы шаңырақтан қайтадан көтеріліп ұшып, көрінбей ғайып болып кетті дейді. Содан жаңағы ұйқыдан тұрып оянып қараса, жаңа мешел болып қалған мұрын жырау жас бала, 17 жастағы, қол аяғы істеп тұр дейді. Қуанып жаңағы құдірет қой енді, керемет. Алланың құдіреті, әулиенің кереметі. Сөйтіп бекет атаның аяғымен бұл кісі қол аяғы жасап кетеді. Содан көп ұзамай бұл кісі жаңағы жарайтып кетеді. Нұрым жырауға өзінің таныстыратын сөзі бар. Өнердің жолын қудым мен бұл 18 жасымнан. Домбыраны қолға алғасын, оңға бұрап шалғасын, кеткен жоқ жақсы қасымнан. Өлең іздеп келемін айшылық жолдан, мен іздеп өздеріңдей жақсы асылдан деп келетін сөз бар. Сонда бұл кісі 17-18 жастарында сол жыршы бала жыршы атанып, кейін Қырымның 40 батыры деген үлкен салалы жырды жырлап бізге жеткізген. Одан кейін тәмсіл қалған мұрын жырау Қырымның 40 батырын 6 ай жырлап таусылмаған деген. Себебі 1942 жылы соғыс болып жатқан уақытта елдің рухын көтеру үшін Сталиннің өзі әр елдің өзінің рухын көтеретін жырларын дамытсын деп, жарыққа шығарсын деп рұқсат береді. Соны пайдаланып, Нұртас Оңдасым сияқты, Нығмет Сауранбаев сияқты, Қаныш Сәтбаев сияқты тұлғалар Маңғыстауда жатқан, сіздің туған жеріңізде отырған 80-нен асқан мұрын жырауды, Ақкетікте отырған мұрын жырауды туаны Алматыға алдырады да 36 батыр жырын жаздырады. Кейін 4 батырды кейін жаздырып беріп жібереді. Сол 6 ай жырлаған екен сол кезде. Сонда соны пайдаланып, мүмкіндікті пайдаланып, Қырымның 40 батыры жырын Қаныш Сәтбаевтар жаздырып бізге қалдырған екен. Тек қана сол мұрын жыраудан өзінің бір 2-3 сөзі қалды, және Қырымның 40 батыры дейтін жыр, үлкен циклдік жыр қалды бізге. Егер сол кісілер жаңағы тұлғалар мұрын жырауды Маңғыстаудан алдырмағанда, бүкіл Қырымның 40 батыры дейтін дастан бізге келмеске кететін беді. Өзімен бірге көрге кететін еді атамыздың. Енді ол кісінің репертуарында Көреғұлы жыры болған, Маңғыстау қазақтары көтерілісі жайындағы ән жыр, әңгімелер, жаңағы Бесжүйрік Абыл Нұрмақтан қашаған Аралбай жайындағы әңгімелер, жаңағы көптеген басқа да Рамуз патшасы, Мың бір түн деген сияқты репертуарында көптеген жырлар болған. Ол кісі 20 ғасырдың Гомер атанған адам. Өте сондай ерекше талант берген Алла тағаланың ерекше қасиетпен жаратылған адамы мұрын жырау. Міне сондай біздің Маңғыстауда мұрын жырау сияқты, Қашаған сияқты, Сәттіғұл сияқты аңыз тұлғалар, әулие кісілер өмірден өткен. Біз сондай жерде өмір сүріп жатырмыз.
ал ол кісілердің көзін көрген адамдар өте бақытты адамдар. Олардың өмірі сол заманда қиын болса да, сондай жыршы жыраулармен олардың өмірі мәнді болды. Біздің айтатымыз осы, балдарыңызға көбірек жырды тыңдатыңыздар. Жырды тыңдайық, күйді тыңдайық. Жыршы болмасақ та, сол жыршыларды, әншілерді, өнерпаздарды құрметтейтін деңгейге жете білейік. Көп рахмет айтам сізге. Мәулен деген інім бар, Құттыбілік деген балаларға өзінің лагері бар, және сол лагерге мен балам 4-5 класс оқып жүргенде, класс 9 оқиды, баламды кіргізіп жіберіп, өзім қашып кететін едім ғой. Сол кезде телефондарын тартып алады, 7 күн жыршы, күйші шақырады Мәулен ағайлары, және батаны жаттатады. Мен балам қуанатыным ас қайырып біледі, сол Мәулен ағайының арқасында бата тілекті біледі, қиссалар біледі, және Шәкәрімнің сыр сөздерін жаттатқаны ағайы. Одан бөлек ағайы жыршы, термеші және күйшілерді шақырып баламыздың құлағына құйған. Оғанда мен қуанам, Мәулен сияқты інілеріміз осы дәстүрді жалғастырып Ақтауда балаларға үйретіп жатқан. Мәулен бауырымызды дұрыс айтып отырсыз, себебі ол азамат бауырымызда көптеген жұмыс жасап жатыр. Жаңағы жас сайын лагерь ашады, оған былтыр арғы жылдары осы бізді шақырды, жаңағы Еркебұлан Соңғайып дейтін күйшіні шақырды, Әлия Қарамұқан дейтін күйші қарындасымызды шақырды, басқа да Бағдәулет дейтін, Толыбекұлы Бағдәулет дейтін ініміз бар, Ерменбет бидің ұрпағы тікелей. Сол кісілерді, біздерді бәрімізді шақыртып, кәдімгі біздер 16 қыз бар, халық әндері бар, осы жырлар бар, күйлер бар, бәрін орындап, кәдімгі біздер сол лагерін ашқанда, сол уақытында біздер бір күнге шақырады, соны біздер барып 1-2 сағат концерт қойып отырамыз. Балаларға. Ол жағынан Мәулен бауырымызға көп рахмет айтамыз. Бір жағынан сол балдардың көкейіне жыр терме күйлерді бойына сіңдіріп жатыр. Бір жағынан жаңағы қиссадастан, жаңылтпаш, ертегі, бата, сондай дүниелерді сұрақ жауап, мысалы басыңда не бар, тәждәулет, құлағыңда не бар, азан қаумет деген сияқты осындай жөргектен үйренетін нәрселердің барлығын біздің жас ұрпақтарымызға, жеткіншектерімізге үйретіп жатқан жайы бар. Ал уақыт деген шектеулі бізде. Біз оқырманды да, көрерменді де жалықтырып алмауымыз керек. Бұл біздің алғашқы да соңғы да подкастымыз емес. Әзімхан ініміздің бойында көрдіңіз ғой, құрметті көрермен, қаншама талант жатыр, әлі айтылмаған қаншама әңгіме жатыр. Сұраныс сізден, біз сіздің барлық сұранысыңызды орындауға дайынбыз. Ол үшін біздің осы YouTube каналымызды қолдап, бізге донаты, яғни Каспи нөмірімізді қалдырып кетеміз. Бізге демеуші болыңыздар. Бүгінгі біздің хабарымыздың демеушісі Ақтаудың кәсіпкер ағаларымыз, оларға бек рахмет. Ал өзіңе өнерің өрге жүзсін, қазақтың жырын, термесін, дәстүрлі әнін насихаттап жүре бер, қанатың талмасын. Жыршыларға қазіргі эстрадамен 2 өлең айтып кеткен жастарға 2-3 миллион теңге берсе, жыршыларға да көңіл бөлініп, біздің кәсіпкер ағаларымыз 2 жыр орындағанға 2-3 миллион ақша беретін жағдайға жетейік. Аумин. Насихатыңыз жақсы, осы бағытпен жүре берейік. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Көп рахмет сізге, Бибігүл апа.